Ерте заманда алтын қақпамен қорғалған нұры шашқан жұмақ қаласы бар еді. Оны жарықтан жаратылған мақұлықтар биледі. Періштелер игілікті құрметтеп, бәрін жамандықтан қорғады. Люцифер сол періштелердің біреуі еді. Оның бүкіл әлем үшін ғажайып ойлары бар тұғын. Бірақ аспанның ақсақалдары оны кедергі деп білді. Өйткені олар Люцифердің ойлауы өздерінің әлеміне қатер деп түсінді. Сондықтан ол періштелердің ғаламды қалай жаратылып жатқанын бақылай бастады. Олар жердің құмдарынан адам мен Лилитті жаратты. Алғашқы адамдар тең еді, бірақ адам билікті талап етті. Ал Лилит оның айтқанын көнден бас тартты. Ол бақтан қашып кетті. Оның қайсар тәуелсіздігіне қызыққан Люцифер оны тапты және екі бірдей арман иесі екеуі біріне ғашық болды. Бірге олар адамзат пен ерік бостандықтан сырын бөліскісі келді. Лилит адамның жаңа жұбайы Еваға білім жемісін ұсынды, ал ол оны қуана қабыл алды. Бірақ сыйлықпен бірге қарғыс келді. Осы бағынбаушылықтан жамандық ақыры жерге енді. Ал оған қараңғылық пен күнә патшалығы келді. Аспанда мінсіз тәртіп бұзылды. Олардың немқұрайдылық ісі үшін аспан Люцифер мен оның ғашығын өздері жасаған шұңқырға тастады. Оған адамдардағы игілікті емес, тек көруге қатыгездік пен кемшіліктер. Ұятқа қалған Люцифер өз арманын жоғалтты. Бірақ Лилит жоғалтпады. Өз тозақталарында оның дауысы мен әндерін сыйлады. Ал тозақ өскен сайын оның күші де өсті. Қауіпті сезіп, аспан аса қатал шешім қабылдады. Жыл сайын олар бәрін жоюға арналған әскер жөнелтті болды. Сонда тозақ пен оның күнәлары ешқашан оларға қарсы көтерілмес үшін. Бірақ Лилитке үміт жанды. Оның арманы, оның қымбатты қызы. Тозақ ханшайымы. Уайымдамаңыз, анашым.